Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бір-біріне жабыспайтын өте керемет күрішті дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай күрішті 2-3 рет қайтара жуып, су тазарғанша тазалаймыз. Одан соң сковородкаға 2 қасық май құйып, сковородканың ішіне күрішті салып қуырамыз. Күрішті ары кетсе 5 минуттай қуыру керек. Яғни күріштер осылайынан бір-бірінен ажырап, түрі қуырылғанға ұқсап тұрады, өзі көрінеді, білінеді. Яғни сол кезде алдын ала қайнатылған суды үстіне құямыз. Судың нақты мөлшерін айта алмаймын, өздеріңіз көзбен құя бересіздер. Кішкене үстінен кішкене асып тұрса болды. Одан кейін қайнап болғаннан кейін кішкене каша секілді массаға айналған кезде үстіне міндетті түрде осындай салафанды жауып, астын жай қойып, үстін жауып қоямыз. Яғни ол өзінің буына пісу керек. Міне мына жерде біздің күрішіміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет, бір-біріне жабыспай, өте әдемі болып пісті. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.